Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі 3-ші тоқсанның бөлімнің аты музыка және өнер түрлері. Тақырыбы музыка және поэзия. Бүгінгі сабақтың оқыту мақсаттары музыкалық шығарманы талдау және өнердің түрлері, стилі мен жанрларын, сонымен қатар өнердің өзге түрлерімен байланысын анықтау. Әуеннің көңіл күйі мен көркем бейнесін жеткізе отырып, әртүрлі стильдегі, жанрдағы әндерді орындау. Сабақтың мақсаты қазақ поэзиясының заңдылықтары мен өлшемдерімен танысасыңдар. Қазақтың дәстүрлі өлең түрлерімен, Абай, Шәкәрім өлең құрылымдарының жаңашылдығы жайында мағлұмат аласыңдар. Бүгінгі сабақта қазақ поэзиясының заңдылықтары мен өлшемдерімен танысасың. Қазақтың дәстүрлі өлең түрлерімен, Абайдың жаңашылдығы жайында мағлұмат аласың. Қазақ әнінің құрылымдық ерекшеліктерінің даму сатыларынан дерек аласың. Халық әні қамажайды үйренесің. Өлең құрылымын талдайсың. Жаңа терминдер. Ән көркем мазмұн мен поэзиялық бейне болмысының тұтастығы болғандықтан, әннің мән мағынасы әр тарихи даму сатысында өзгеріп отырады. Қазақ өнерінде музыка мен поэзия әрдайым егіз біртұтас болып келеді. Сал-серілер әрі композитор, әрі ақын еді. Сондықтан қазақта өлең сөзі ән мағынасында қолданып келді. Қазақ халқының әндерінің өлең құрылымының негізгі заңдылықтары болған. Силлабика қазақ әнінің әр тармағында буын санының өзгермеу заңдылығы. Қара өлең 11 буынды өлең. Жыр 7-8 буынды өлеңдер ертеректе тұрмыс салт әндерінде қолданылған. Асинхронды сабақтасуы. Өлең жолы аяқталғанда ән әуені келесі жолға өтіп, өлеңнің екі жолын жалғап отыруы. Балалар, жаңа терминдерді естеріңізге сақтап, ұғынып алыңыздар. Қазақтың халық әні қамажай. Әнді мұқият тыңда, сөзіне, әуеніне, мазмұнына көңіл бөл. Әннің бірінші ән орындау талаптары бойынша үйреніп, әнді мәнерлеп орындауға тырыс. Әннің ырғақтық суретін шапалақ арқылы көрсет. Өлең құрылымының кестесін жасап көр. Мысалы, басында қамажайдың бір тал өкі. 3 буын, 4 буын, 1 буын, 2 буын, 1 буын, сонда 11 буын болды. Қамажай әні өлең жолы аяқталғанда, ән әуені келесі жолға өтіп тұрма? Ол өлең құрылымы қалай аталады? Қара өлең бе, силлабика ма, асинхронды сабақтасуға жатады. Қамажайдың бір талығы айрылып, қамажайдан болдым күлкі. Айрылып қамажайдан отырғанда келеді, қай жерімнен ойын күлкі. Ау, халилайым, лилилайым қамажай, алдым келген сәулетайым. Қамажайдың алтын жүзі қамажай, отыр мекен көзін сүзіп. Көрмесе жарты сағат бір алмам шегіп тұрмай, кетті-ау мекен күдер үзіп. Ау, халилайым, лилилайым қамажай, алдым кейін сәулетайым. Балалар, әуені мен өлеңнің сөзіне, жолына мән берген болсаңдар, қамажай әні
асинхронды сабақтасу заңдылығына жататын ән. Абай мен шәкәрім әндерінде тұңғыш рет жаңа өлең өлшемдерін қолданды. Абайдың көзімнің қарасы әнде симметриялы. 3 қосу 3 өлең буыны, 8 аяқта 5, 5, 8, 5, 5, 8, 8, 8 буын саны әркелкі ауыспалы өлшемді әндер қатарына жатады. Шәкәрім әндерінің басым бөлігі жаңашыл өлең өлшемдерінде шығарылған. Мысалы, жастық, шын сырым, насихат әндерінің өлең құрылымның буындары әртүрлі болып тұрғанын көріп отырсыздар. Абай мен шәкәрім жаңашылдығы Мағжан Жұмабаев және қазақ композиторлары Шәмші Қалдаяқов, Нұрғиса Тілендиев, Ескендір Хасанғалиев, Әсет Бейсеуовтың әндеріне өлең жазған ақындардың мәтіндерінде жалғасын тапты. Тыңда және зертте. Абайдың көзімнің қарасы, халық әні, Қамажай әндерін тыңда және салыстыр. Өлең құрылымы қандай? Зерттеп көрші. Қай әнде өлең мен әннің асинхронды сабақтасуы байқалып тұрғанын анықта. Өзің білетін әндердің буын санын санап, өлең құрылымының кестесін жасап көр. Бүгінгі сабақтан алған әсерім мен білім қоржыны арқылы бөліс.